Қаратөбе ауданы Аққозы ауылында тұратын қайырлы апамыз дүниеден өтті деген хабар келді. Дереу Орал қаласынан жолға шықтық. Мынау жолдың бойындағы көктемде суға кеткен датшылау. Судың беті қайтыпты, бірақ дегенмен де үйлер әлі суда тұр екен. Сонымен жол жүріп кеттік. Жол қашық, біраз жер. Подстепный ауылынан көлігімізге жанар жағармай құйып алдық. Бұл Барбастау ауылы. Барбастау ауылы Барбастау өзенінің бойына орналасқан шағын ауыл. Жолда шағын ауылына соғып, ағайын туыстар болып, екі машинамен бірігіп шығатын болып келістік. Сөйтіп ағай жол жүріп кеттік. Жолда Алғабас ауылының тұсындағы Жұмағазы Қазірет жергілікті халық Дәден ата дейтін жерге соғып, әдет бойынша садақа салдық. Жолымыз ашық болып, қауіп-қатерден қашық болып, сапамыз оң болсын деп іштей тілек тіледік. Енді баратқан еліміз жыр елі, күй елі, киелі Қаратөбе жер болғасын. Сіздерге Ғарифолла Құрманғалиевтің бір әнін қосып қояйын. Мүмкін сағынған шығарсыздар, тыңдай отырыңыздар. Bahar
Сонымен асфальт жолымыз таусылды. Арғай енді 35 шақырымдай қазақтың қақ жолы өзіміздің. Көктемде осы наурыз айының соңында, сәуір айының басында Қаратөбе ауданына қарасты осы Аққозы ауылын топан су шайып кеткен болатын. Балықтарыңыз білетін боласыздар. Осы әлеуметтік желі арқылы біраз жерге тарады ғой. Сол енді құлаған үйлердің орнына жаңа үйлер салынып жатыр екен. Соған мынау енді материал тасып жүрген көліктер, оның үстіне жолда одан сайын шұңқыр қалып, одан сайын тереңдетіп, ауыр жүк көліктерге өтіп, жолдың берекеті кеткен әбден. 4 сағат жарым, 5 сағатқа жақын жүріп, Аққозы ауылына да жеттік. Міне, мынау Жақсыбай өзені. Мынау жергілікті халық айтады, кезінде терең болатын еді дейді. Қазір осындай болып, тайыз болып қалды дейді. Бұл енді қандай болғанын мен білмедім. Аяқ тізеге жетпейді даже. Ауылдың ішінде осындай КамАЗдар алашағын шығарып, жаңа үйге материал тасып жүр. Мына жерде баня, мына жерде сарай болды, мына жерде гараж болды, мына жерде сарай болды. Бәрі қалап қалған. Осыдан 2 жыл туысында Қуанышқали бажамның үйіне қонақ болып кеткен болатынбыз. Ол кезде ауыл керемет еді. Кешкі ауыл, мал келіп жатыр, күйбің түрлік. Ертеңгі жаназаға мал сойылып, ағайын тұма болып, жабылып, көмек қылып жатыр. Ауылдың халқы ұйымшыл жалпы. Көктемдегі топан судан ауылдың 80% үй құлап қалған екен. Су кетіп құлаған үйлер ме? Үйлері аман қалған ағайындар, үйлері құлаған ағайындарды үйлеріне паналауға кіргізген екен. Не деген адамгершілігі мол, сондай. Халқы ұйымшыл, біріне бірі көмек қылып, жабылып, бірінің шаруасын бірі жасасып жатыр екен. Соны көріп, бір марқайып қалдық. Оның үстіне жаңадан 90 үй салынып жатыр екен. Соны келіп тұрып көріп кетпеу болмады енді. Барып көрейінші деп құрылыстың басына барып қайттым. Құрылыс қайнап жатыр жерде. Фундаментті енді ойдай биік қылып құйып жатыр екен. Қайырлы анамызды соңғы сапарға шығарып салдық. Ауыл халқының бәрі келді. Алыстағы ағайын тума туыс келді. Анамыздың енді жатқан жері жарық, топырағы торқалы болсын. Соңында қалған, артында қалған ұрпағы аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қайғы қасірет енді болмасын.
қонағасын бергеннен кейін көп кідірмей бізде кері қарай Орал қаласына қарай жол тарттық. Жол болсын. Көріскенше ағайын. Лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер болады.